Qani, ketdik. Iya. Tomas. Ey, Thomas. Біздің кемеге қайтып келмейсің бе? Tomas. Мен енді Пеперончиноның мүшесімін. Айтпақшы, ұмытып барады екем. Ақымақ екенсің. Дұрыс дедіңіз. Ханым, мұның өзіне жүріңіз. Бұл Скоттың файлдарын ұрлағаның үшін. Ал мынау, Тапияның атасынан Киттің сүйегін ұрлағаның үшін. Скотт? Ол ғалым ғой. Оларды өздері лат деп ойламаймын. Сен оны жақтамай-ақ қойш. Ұрлағаны өтірік пе? Кешір. Леконте, бізді құтқарғаныңа рахмет. Сен жарқырайтын Китті ғылыми мақсатқа бола іздеп жүрсің. Сондықтан сенімен бірлесіп жұмыс істеуге мен қарсы емеспін. Не қылған көргенсіз ед, оңбаған. Ана кеменің ізіне түсіңдер. Бірақ ізіне түскенімізді біліп қоймасын. Түсінді, мырза. Қыр соңынан білдірмей еріп отырамыз. Тағы сол жаққа барамыз ба? Ол жақтан естейміз. Су астына түсеміз. Ол шынымен жарқырады ма? Иә. Қараңдар. Абайлаңдар! Ол жақта шынымен бірдеңе бар. Жарқырайтын кит бар ма? Онда тамаша болар еді. Әне, анау жақта. Пеперончиноға дейінгі арақашықтық 1200 шақырым. Жақындап кеттік. Олар бізді байқап қалу мүмкін. Иә. Пеперончино тоқтады. Бұл не? Кеменің жанында үлкен тау бар. Тауды айналып өтеміз. Өтінем, абайлаңыз. Тұра тұр. Мен сенімен бірге барам. Нанами. Баруға бола ма, әке? Мені де ала кетші. Жақсы. Бірақ мені тыңдайсың. Келістік пе? Келістік. Мен де барғым келеді. Қойыңызшы. Әйл мен Скотт сүңгуір шарға сыймайды ғой. Оның рас. Кездескенше. Кеттік. Иә. Бұл гидролокатор бөлімі. Пеперончинодан су асты капсуласы бөлініп төменге түсіп барады. Олар бірдеңе тапқан ғой. Босқа түскен жоқ. Әдемісін ай. Джуниор.
әлі кішкентайсың ғой. Кеттік. Бізбен бірге барасыз ба, профессор? Иә. Кеттік. Дайынсыз ба? Иә. Жарқырау кетті, қайтсем де табам. Леконте, профессор, альфамен кетіп қалды. Немені? Мұнысы несі? Тым үлкен екен. Айсбергтің 20% ғана судан шығып тұр екен. Көп бөлігі су астында тұр. Рас екен. Бұл мұзтау шамамен 12 мың жыл бұрын пайда болған ғой деп ойлаймын. Бәрі ойдағыдай ма? Компрессор дұрыс істемей тұрған сияқты. Өйткені су өте суық. Бірақ сүңгуір шар сенімді ғой. Жарайды. Біз қазір айсбергтің төменгі жағына барамыз. Абайла, Скотт! Иә, сосын сөйлесеміз. Мынаны қараңдар, міне. Мәліметті мониторға сал, тезет. Құппалат! Альфа 200 метр тереңдікте, және 1,8 миль жылдамдықпен қозғалып барады. Олардың алдын орап кетеміз. Қане, көтерілейік. Альфа 300 метр тереңдікте. Әке, Иә, қазір жақындаймыз. Жарқырайтын кит қайда? Аман саусың ба? иә. Жақсы. Ары қарай жол жоқ. Иә, қайтайық. Не болып қалды? Әке, Бұл не? әке. Мен кіріп көрейін. Сенімен бірге барам. Жоқ, қауіпті, осында күт. Нанаме, түсіндің ғой. Бірақ, Мені тыңдаймын деп уәде бергенсің. жарайды.
айсберг тыныстап жатқандай. Бұл не болды екен? Арқан үзіліп кетті. Әке! Профессор, мониторды диаграммаға ауыстырыңызшы. Қазір. Строцияға реакция пайда болды. Айсбергтің сынған жерінен келіп тұр. Дәл солай. Жақсы, кеттік. Бұл тым қауіпті ғой. Капсуладан Альфаның теңізшілері шықты. Әке, қайда кетіп қалдыңыз? Тығырыққа тірелдік. Анау не? Бұл не? Нанами. Әке! Скотт? Әке, сен дұрыс айтыпсың. Иә. Нанами, біз тыныстап жүрген ауаға 12.000 жыл болыпты. Біз қазір тарихи сәтке куә болып тұрмыз. 22-ші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.